Мен Германияда негізі жолда жұмыс жасап отыр едім да. Бұлар негізі көп нәрсе үйрену керек бізге негізі осы шетелден ше. Мысалы, мына бордюр ішінде арығымен да су жиналмайды да ішіне. Асфальтта су жатпайды, асфальттың қалыңдығы 20 сантиметрдей болып қояды. Бәрі асфальттың қалыңдығы бар ғой, 30-дан асып тұр ғой. 33-34 сантиметр ғой асфальт ше. Шаны әшейін ауылда ғой, айдалада ауылдағы асфальт ғой ноша. Полный осыны. Нажықты осыны. Мынауда бордюр тоже. Бірақ ішінде люгімен да ары қарай септика су кетеді. Ішінен құйылады да, дальше септика кетеді ғой. Жолда осы жұмыс.